Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді дымлема жасайтын боламыз. Керек заттардың бәрін описаниеге жазып кететін боламын. Картоп, сәбіз, капуста, пияз, болгар бұрышы, чеснок, ет барлығын турап дайындап аламыз. Және қазанымызды қыздырып, 200 граммдай май құйып, етімізді әбден бұқтырамыз. Бәрін бірінің үстіне бірін салып істесеңіздер де болады. Етін сәл қуырып жіберген өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Дайындалуы өте оңай, дәмді болып шығады. Қонақтарыңыз келер кезде де осылай етін сәл қуырып жіберіп үстіне салып 1 сағатқа бұқтырып қойсаңыз, өте дәмді дымлема дайын болады. Міне бізде етіміз дайын болып қалды. Енді көкөністерімізді үстіне қойып шығамыз. Сәбізімізді дөңгелектеп, өзіңіздің қалауыңызға қарай турасаңыз болады. Осылай жартайшықтап дөңгелектеп турап, 2 сәбізімізді үстіне қойып шықтым. Пиязымызды, болгар бұрышын 2 штук қызанақты, 2 штук чеснок салып жібереміз. Енді дәмдеуіштерін себелейміз. Қалауыңызға қарай тұз, бұрыш, кристаллик, лавр жапырағы 1-2 штук. Бульон қоссаңыздар да болады. Бетін капустамен осылай барлық жерін жабамыз. Үстіне картопымызды салып, тұз, бұрышты сәл ғана себелеп жібереміз. Тағы да капустамен картоптың бетін жауып қоямыз. Картоптың бетін толықтай капустамен жапқаннан кейін 1 кесе қайнаған суға 1 ас қасық томатты қосып, жақсылап араластырып, қазанымызға бетіне құйып жібереміз. Қазанымызды жауып, қазанымыз бір бүлк еткенге дейін орташа отта ұстаймыз. Одан кейін жарты сағат 40 минуттай көкөністеріміз толық жұмсарып піскенге дейін өте баяу отта пісіріп аламыз. Ас болсын.